11-ші насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла былай дейді: Ей адамдар, арасында бұл дүние панасыздарға мекен, кедейлерге байлық. Оны ақылсыз жинайды, оған түсінбейтін адам қуанады, оған Аллаға тәуекелі жоқ адам ұмтылады. Оны ілімсіз адам нәпсісінің қалауымен іздейді. Кім өткінші нығмет пен уақытша өмірді қаласа, ол өз-өзіне зұлымдық жасап, Раббысына бойсынбайды. Ол ақыретті ұмытты, ал дүние оны алдады. Ол күнәні ашықта, жасырында жасады. Расында күнә жасағандар істеген істері үшін ақыретте жазаланады. Ей адам баласы, менің әмірлерімді орындаңдар, және менің шариғатыма сай амал етіңдер. Ізгі амалдар жасаңдар, сонда ақыретте олардың сауабын аласыңдар. Өйткені менің қасында көз көрмеген, құлақ естімеген және адам баласының қиялына да келмеген нығметтер бар. Менің қазыналарым таусылмайды да кеммейді. Мен аса жомарт, шексіз сый берушімін.